Ассалаумағалейкум. Бүгін 11.07.2024 жыл. Ашық әкімдік. Ассалаумағалейкум. Есім Нақпақпен аудио бейне жүргізіп жатыр. Кім бұл жерде күзетші? Біз. Біз. Сіз мынау жалғыз өзім емеспін. Автотұраққа кім қарайды? Біз қараймыз. Әкім осы мекеменің автотұрағы. Мен Айнұр ханымға кіруім керек еді, орынбасарға. Енді келеді, сұрап кетеміз. Басшық бар ма, әкім бар ма? Енді келеді ғой. 9 енді жұмыс уақыты. Кім маған таңғы 7-те звондаған? Таңғы 7-те кім звондады маған? Номері бар ма сізде? Соған звондасаңызшы. Жоқ, енді мынау бұл жерде ауысым болады, ағасы. Күзетшіні тауым керекпін ғой маған, таңғы сағат 7-те. Мен түсірсем, бұлай сөйлейік та. Қанша адам бұл жерде жұмыс? 6-мен бар бұл жерде. Қанша адам жұмыс жасайды? 6-мен бар. Дұрыс, қанша адам жұмыс жасайды сол 6-мен? 2 адамнан істейді. Енді 6-мен. Енді сізге звондан адамның номері бар ғой, звондасаңыз. Оны анықтаймыз. Бұл? Сіз кім мынау? Әлімбеков Талғат па? Сағат неше болды қазір? Сағат 9 болды ма? Неге жоқ жұмыс орнында сағат 9? Кім? Әкімнің орынбасары Айнұр ханым. Енді кіріп келеді ғой, енді олар бізге міндет не бермейді оларға. Мен кешігіп келемін. Енді мен анықтайын да, бүгін демалыс па, мүмкін ол кісі шықпай ма бүгін, еңбек демалысына кетті ма, мен білмеймін ғой, соны анықтайын да. Еңбек демалысына кеткен жоқ. Жиналыс болатын болса бізге ескертіп айта ма сіздерге? Енді оны біз біле алмаймыз. Кесе өші керек. Таңғы сағат 7-те звондады да маған. Ойбай келді, таңғы сағат 7-те звондай ма адам? Бұл жерде тізім беріледі. Жоқ, таңғы сағат 7-те звондай ма адам, звондамай ма? Бір күннен кейін алып кетемін дегенсіз ба? Жоқ, тоқтаңыз. Сіз кім боласыз? Есімім Гүлжазира. Айтпарби әкімшілігінде істейді. Сіз қызметкерсіз бұл жерде? Кім есіміңіз? Гүлжазира болады. Гүлжазира, кім болып істейсіз бұл жерде? Рұқсатнама беруші. Рұқсатнама, кімге рұқсатнама бересіз? Кім қандай мәселемен келіп, сол кісілердің несін шақырып не жетеді, қабылдайды басшылар. Енді бұл жердің Мына автотұраққа сіз жауап бересіз бе? автотұраққа өзі басшылар бекітіп береді. Жоқ, сіз жауап бересіз бе, жауап бермейсіз бе? Соны айтыңызшы. Ерлан ағай. Нақсын. Аппарат басшыны шақырып береді. Маған жауап беретін адам керек та, анау әркіммен келіп сөйлесіп, ондай керек емес маған. Енді білмеймін, мына кісі үйткен ба, бүйткен ба деп тұр ғой мен. Енді күтсеңізші. Есіңіз кім болады? Нақып Бақытжан. Білмеймін, әкімшілік халық үшін жұмыс істей ма, әлде халық әкімшілік үшін жұмыс істей ма, мен түсінбей қалдым соны. Бәр жерді қоршау қойып тастағансыздар, не бір военный тайна бар ма бұл жерде? Тайна емес, сіз рұқсатпен қойдыңыз ба соған ба? Жоқ, қандай, мен қазір соны анықтайын деп жатырмын, заңдылық барын анықтайын деп. Қандай рұқсат керек, ол қандай заңның бабына сүйеніп ол жерге қандай рұқсат керек, есігінің аузына неге жазып қоймайды, үлкен қылып қай баптың қай заңымен рұқсатнама керек ол жерге. Анықтайық та заңдылығын, заң бар ғой, бәрімізге заң ортақ қой. Заң алдында бәріміз біріміз ғой. Қазір Айнұр ханым келгенше мен бейнені өшіре тұрайын. Номерін қазір маған азанда таңғы 7-те хабарласқан адамды анықтайық, кім хабарласқан.